Алдыңғы бөлімде құрбыма қандай сыйлықтар алғанымды көрсеттім. Сол сыйлықтарымды алып, баламмен бірге таксимен құрбымның үйіне келсем, осылай әдемілеп дастархан дайындап қойыпты. Менің ең сүйікті тамағымның бірі мантыны да пісіріп қойыпты. Ал енді құрбымның бізге берген сыйлықтарын көрсетейін. Балама деп осындай әдемі жылы кофта берді. Маған осындай 2 штук жастықтың қабын берді. Марконтайдың папасы бетін сүртеді деп осындай сүлгі берді. Келесі күні баламмен бірге папамның 20 жыл бұрын қайтыс болған ағасының үйіне бардым. Таза ауада жаяу барамыз деп екеуміздің де бетіміз үсіп кетті. Алматыдан шарф әкелмеппіз ғой. Сөйтсек, Қазалы ғана емес, бүткіл Қазақстан бойынша аяз болыпты ғой сол күндері. Сол үйдегі әжеме осындай кекстер алдым. Қайтпаңдар, отырыңдар, ет салам деп әжеміз ет асты. Дәл осы үйге мен бала кезде көп келетін едім. Сол кезде бар мына сервант әлі күнге дейін бар ғой. Біздің бала кезде осы үй кәдімгідей үлкен сияқты болып көрінген еді. Қазір кәдімгідей кіп-кішкентай екен ғой. Әжем пісірген етті жеп алғаннан кейін сол үйдегі ағам бізді үйімізге апарып тастады. Келесі күні папамның інісінің үйіне бардым. Жеңгеме осындай ыдыс набор және ағамның 4 баласы бар, соларға деп тәтті торт алдым. Балам сол үйде біраз ойнағаннан кейін ағам бізді үйге келіп тастады. Ал енді жеңгемнің бізге не бергенін көрсетейін. Балама асты-үстімен двойка киім берді және осындай сүлгі. Одан бөлек тәттілерден шокопай мен осындай даданың соғын салыпты. Келесі күні мамамның жалғыз түйір апасының үйіне бардым. Осы үйде жүріп мүлде видео түсіруді ұмытып кетіппін. Бөле тәтем уақытша баласымен бірге осы үйде екен. Соны естіп, сыйлығымды да арнайы Алматыдан ала келдім. Баласына асты-үстімен шалбар кофта және носки. Ал бөле тәтеме бет сүртетін набор сүлгі. Маманың апасына сок пен тәтті апардым. Баламыз екеуміз осы үйге келгеннен кейін, біраз уақыттан кейін мама да жұмыстан шығып, қасына інімді ертіп алып келген болатын. Олар да құр келмей осындай тәттілер ала келіпті. Тәтем болса мені құр қол жібермей осындай 2 әдемі сүлгі берді. Бұйырса бұл сүлгілерді 2 туалетіме іліп қоямын деп шештім. Және балама 5000 теңге ақшалай берді. Достар, осыдан кейін тағы бір бөлім болады. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытып кетпеңіздер. Всем пока.